Күш атасын танымас деген бар. Кейінгі кезде мына әлеуметтік желіде байқап жүрген шығарсыздар, қалың деген темірлерді, майыстыра салатын қалың деген тастарды, сындыра салатын осындай күрделі элементтерді оп-оңай жасай салатын видеолар көбейді, ал оның орындаушылары нағыз жұлдызға айнала бастады. Міне, осындай өнер бізде де бар болғанда бұрыннан болған және әлі күнге дейін оның ізін жалғастырып жатқан жігіттер жетерлік. Ал мен солардың бірі Арман Сүлейменов есімді азаматпен қазір таныстырғым келеді. Арман десе енді біреу білер, біреу білмес, оны көпшілік Тас Палуан деген атымен танып жатады. Міне, осы азаматпен жақынырақ танысып, сұхбаттасып, өнерін өз көзімен көріп және құпиясын біліп, жиған ақпаратының барлығын сіздермен бөлісу мақсат. Меніңше уақыттарыңызды алмай бастайын. Армысыздар? Біз қазір Елордадағы фитнес орталықтардың біріндеміз және кейіпкеріміз дәл осы жерде қазір шеберлігін шыңдап жатыр. Арман, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалыңыз қалай? Амансыздар ма, өздеріңіз қалайсыздар? Мен сізді көргеніме өте қуаныштымын. Әйтпесе үнемі әлеуметтік желілерде видеоларыңыз тарап жатады, кеңінен талқылап жатады, шулап жатады. Мен де қуаныштымын, әрине. Біз мақсаттарымыздың бірі осы ғой. Кең таралып жатқаны, ол жастарымыз көрсін, білсін, естісін. Біз енді құр өзім білген деген болмайды ғой. Өзім біліп, өзімен бірге алып кететін осы жерде ештеңе жоқ. Не білеміз, бәрін жастарға үйретеміз, жеткіземіз. Енді сол осы жерде кішігірім құралдарыңыз шашып тапсыр. Немене сонда? Кәдімгідей бір операция жасайын деп жатқан сияқты бір. Мынаулардың бәрі енді бастағанда осы қолды білекті қатайтын эспандырлар. Бұны білеміз, жарайды. Бұл эспандырларын тұрып. Мынаны білесіңдер, бұл теннис доп, бұны осында былай қараса доп, бірақ саусақтарды қатайтасың да. Осындай бар ма? Біраз сибергенде осылай саусақ кіріп кететіндей болып кетеді, жарып жібересің. Жұртасын аяқ жағында. Оның бәрі. Ал мынау соның нәтижесі, ең соңғы деңгей осындай болады. Қараңыз, қаншама бір аптаған шегені. Қазір оны іс жүзінде де көре жатармыз. Дәл осы видеоларыңыз өте кеңінен таралды және көпшілік сізді осы тасты сындыратын Тас Палуан ретінде біледі ғой енді. Қанша тасты бір уақытта қатар сындыңыз, рекорд қандай? Енді Қазақстанның рекорды 6 кірпіш шығып регистрациядан өтті. Ол ресми, Ресми түрде сертификатын бәрін алдық. Бірақ одан кейін 6 кірпіштен кейін 10 кірпішті сындырдық. Ол бірақ әлемдік рекордқа жатады. Енді Гиннес рекордын ресми түрде құжаттандыру деген ол бюрократиясы өте қатты екен. Жібергенмен жарты асып кетті, әлі жауап жоқ. Олар бірінші жарты ішінде жауап жібереді. Одан кейін тіркейді. Сонда 1 жыл кетеді екен. Сонда Арман Сүлейменов Гиннестің рекордтар кітабына енуі мүмкін? Ол әлемдік рекорд 10 кірпіш. Олар маған жауап келді, бұл рекорд болып саналады. Бірақ одан кейін тағы да жарты жыл күтесің, содан кейін олар енгізеді. Ал егер сол жақтың мамандары келіп өз көзімізбен көреміз, бәрін көзімізше істесін десе дайынсыз ба? Енді айына 2-3 рет болмаса, одан аз емес, жасап қайталаватымыз. Халықтар көріп жатыр, бір жерге шыққан кезде оны қайталаватымыз ғой. Әрбір нәрсенің өзінің жаңа биохимия деген бар. Ол биохимия адамның ағзасында қандай процесстер жүреді, сен жаңа жаттығу жасап жатқанда. Биофизика деген бар. Адамның өзінің жаңа центр тяжести деген орталығы, қандай скорость, қандай күш, жылдамдық, давление, соның бәрін, ол биофизика. Сосын биомеханика деп көрем. Мына адамның қолдары бәрі механика, рычагтар. Сосын геометрия деген бар, соның бәрін қолданасың, соның нәтиже шығарады. Абылай күшім бар деп қазір келіп
мен қазір істеймін қатырам деп болмайды дейсіз ғой, ол тәуекел ме? Басында солай болған, ол тәуекел және де ағзаға қауіпті. Енді ол сонда қиын жақтарын және жарақат жақтарын көбінесе көрсетпейді ғой, Инстаграм әлемінде тек жақсы болып тұрады бәрі. Бірақ оның артында өзің айтқандай қанша қара тер, мен қанша еңбек, қан, жарақат, сынық, небір үзілген бұлшық еттер, оның бәрі артта қалып жатыр. Ол сіз болмайды деп айтпаймын. Әрине ол бәрінде болған. Қолыңызды көрсетіңізші. Қолымыз енді былай қарайтын болса, саусақтардың бәрі енді кіріп кеткен. Бірақ саусақ қана қалды, аман-есен ортасында. Мыналардың бәрі кіріп кеткен. Мына жердегі сүйекті қарасаңыз, міне жоқ сүйек. Мынау немене, мынау жарақат қой мынау мына. Иә, оның бәрі сол жаңа кірпіш сұрған кезде еті тіліп кеткен кездерде болды. Ұрған кезде ет айырылып кеткен. Бізде ата-бабаларымыздан қалған өнер деп айтуға болады, тек біздікілер кірпіш сындырмаған, біздікілер жілік сындырған. Біздің ата-бабаларымыз небір мықтылар той-домалақтарда міндетті түрде кірпіштің орнына жаңағы мынадай жылқының жілегін бәрін сындырады. Жілік сындырғаны, бірақ Жигули позор қылып жүр сол өнерде. Камера қарама. Арнайы сіздерге алып келгенбіз, іздеп жүріп, бұл Совет үкіметінің несі, грелкасы. Міне, көрдіңіз бе? ГОСТ деп жазып тұр. Бұл грелканы үрлегенде әрине бұл жерде өкпенің күші қажет емес. Өкпенің күші мүлдем жоқ деп айту. Бұл жерде диафрагма, және де сол іштің күші болады да, диафрагмамен үрлеп. Бұл бірақ бірден тағы айтып қойын, үйде дайындықсыз істеуге болмайды, өте қауіпті. Өзіңіз көріңіз, мысалы, 1, 2, 3, 4 рет үрлейсің, сәл воздух артқа кетіп қойса, ауа кетіп қойса, өкпеңді айырып жүреді. Енді, мысалы, көріңіздер ғой, дым қиын болған жоқ, осылай атылдыра кетті. Біздің мақсатымыз бір нәрсе сындыруда емес, бір нәрсе құртуда емес. Мен айтам, тұрмыс тіршілікте бүкіл өзіміз жалпы денемізді дайындық болу керекпіз. Әрбір қиындылық, әрбір сондай физикалық бір нәрсе, мысалы, келіншегіңіз келіп айтсын, Арман ана жерде ваннаның астында кран бұра алмай жатыр, бұрашты. Мен мынадай денемен барып ананы кілт қолданып бұра алмай қиналып жатсам, ұят. Сондықтан мысалы бүкіл дайындап жатқан сол тұрмыс тіршілікте біз өз денемізді қолдана алатындай болу керекпіз. Так, жігіттер, мінекей компот. Ортасынан жарыш кетіп көру. Ортасынан көрінер ме? Бұл аттың тағасы ғой. Мен өзі арнайы іздеп жүріп тағаларды аламыз. Қалай майыстырасыз? Бұны майыстырып, қазір енді бұлай... Мен майыстырып көрейін бірінші. Көріңіз. Ұстап тұрасыз ба екеуінде? Көріңіз. Бұлай қалай өзіңіздің арасын ашу керек. Қазір сіз қалай майыстырасыз? Мен енді қазір бұны 2 айналып жүрек жасап берем. Бұлай айналдырасыз ғой? Да, бұлай баса бер. Аяқты қолдануға болады. Көрейік. Енді бұл Қажымұқан атамыз осындай өнерді кең таратқан кезінде Европаға да апарған. Енді бізде, мен оқыған деректерде жазып тұр, бізде қазақтарда мұндай дәстүрлер болған дейді. Жаңа жігіттер ер жетіп, соғысқа, сондай аңшылыққа дайын кезде өздері осының тақыларды майыстырып күшін көрсетеді екен. Енді соны жаңа шетелде европалықтар осындай өздерінің ойындары болады. Таған арасын майыстырып, кішкене арасын ашады да. Соны Қажымұқан атаға көрсеткен ғой. Қырғыз деп бұл кезде қазақты қазақ деп атағысы келмейін, ешқашан еш заманда білесіздер ғой. Қырғыз деген, Кайсак деген, сондай киргиз, попробуй деген ғой. Оны Қажымұқан атамыз енді қарапайым келген, тағаға қарағанда, енді мақсат таған арасын ашу керек болған. Ашсан 100 рубль берем деп. Енді мен сіздерге көрсетейін сол қалай ашу керек болғанын және Қажымұқан атамыз не істегенін. Осыны алады да Қажымұқан атамыз аяққа салады.
осылай ашып тастайды. Енді бұл ашылды деп саналады. Осымен 100 рублін ұтып тұр. Бірақ Қажымұқан атамыз бұнымен тоқтамаған екен. Ол алады да, өйткені жаңағы еуропалықтарға көрсетейін деген ғой, қазақтың кім екенін. Қара отырып өзім терлеп кеттім ғой. Осылай екі бұрап, жүрек жасап тастаған. Мен енді әрі ойнап жүрем. Әлеуметтік желідегі лайкты Қажымұқан атамыз шығарған. Сол жаңа Қажымұқан атамыз өзі ауылдарды аралап жүрген кезде өзімен бірге осындай шегелер ұстап жүреді екен. Сол шегелерден шегені, екі шегені осылай бұрап, бұл енді бірліктің символы дейді. Екі отбасы, мысалы, құралып атса, бір сондай дау болып атса, ауызбіршілікке шақырған кезде, немесе сондай, білесіз бе, татуладыстырған кезде осылай екі шегені бұрап, сыйлап кетеді екен. Осы екі шегедей ауызбіршіліктерін ажырамасын. Атам қазақ әрдайым айтады, саусақ ажыраса қылдырық дейді, жұмылса жұдырық дейді. Сондықтан қазақтар, өзіміздің қазақ елі осылай жұдырықтай болайық. Және де сосын сол сыйлап кетеді екен. Ал бұл тағаларды майыстырған кезде сыйлы құрметті қонақтарға сыйлайды екен. Жүрегі, денсаулығы. Әр қайсысы кәдімгідей бір үлкен тәрбиесі бар, өзінің дәстүрі екен ғой. Әрбір нәрсенің өзінің несі бар. Мен негізі сізді бар ғой, спортшы ретінде түсіруге келдім. Сол қырыңызды көрейін, жақынырақ танысайын деп, бірақ қаншама ақпарат алдым бағанадан бері. Оның үстіне сіздер архивке барып ақтарасыздар, іздейсіздер. Жаңағы ғылым бұл тіптен бөлек әлем, спорттық ғылым, спорттық медицина деген. Бұған енді кәдімгідей кешенді кірісіпсіз ғой. Заманауи өнерлердің бірі деп енді мынау шегені күнделікті осылай 10 шақтысын жасап, енді жаңа өзіміздің көшеде кілт ілетін брелок бар ғой кәдімгі. Міне осыны оқырмандарым күнделікті ұстап жүреді. Үй жағдайында жасайды. 10 шақтысын жасап алып таңертең шығам, кешке дейін бітік болады, өйткені оқырмандар көшеде ұстап алып, бір нәрсе бар ма дегенде осылай шегелерін бере бересің. Бұл енді тағы заманауи деп айтады. Ал бұл өндіріс, отандық өнім. Отандық өнім. Ең бастысы сол. Оны былай сатасыз ба, сатпайсыз ба? Ондай мақсат жоқ қой, коммерциялық. Жоқ, коммерциализация жоқ. Халыққа қызық болса, мен әрдайым сол халық үшін, өзіміздің жастарым үшін еңбек етуге дайынмын, және де ешкімнен ешқандай ақы сұрамаймын. Менде WhatsApp арқылы Қазақстан бойынша 15-тен астам шәкіртім бар қазіргі уақытта. Үйретемін онлайн. Кәсіпқой тұрғыда айналысып. Осылай видео звонокты қосып қоямыз да, мен үйден олар Қазақстан түкпір-түкпірінен үйретемін. Жақсы, жақсы. Негізі осы біздің де мақсат сізді көрсету, енді өзіміздің бір ақпарат саласында жүрген титтейде болса бір үлес қосып, ақпарат жағынан қолдап, және осы өзіміздің қазақ еліндегі жігіттерге, осы ағалар бар, інілер бар айтқым келеді. Осындай азаматтарымыз бар. Бізге анау өзіміздік емес, ауылдағының ауыз сасық деймін ба, шетелдегілер немесе бір басқа біреулердің істеген қызық сияқты болып көрінеді. Соларды көбірек іздейміз деген сияқты. Айтпесе өзіміздің ортамызда жүрген қарапайым адамдар ғой. Ауылда қазақтың мықты жігіттері көп. Енді бір айтарым тағы да көбісі білмейді. Өзінің қандай мүмкіндіктері бар. Мен кейде сол ауылда аралап жүрген кезде өнер көрсетемін ғой. Мен әдейі ойнатып тұрып, ойын түрінде шақырам. Шығыңдар десем, шықпайды, бүйтіп тұрып алады да бәрі. Жоқ, мен кете алмаймын. Ортаға шыққаннан кейін былай істейсің, бүйтесің. Мен бұл жерде жаңа мысалы таға майыстырып отқан кезде құр дененің күші емес, айттым ғой, әдейі. Демнің өзі күш береді. Соның бәрін көрсетіп отсам, күші олар өздері таңғалып қызығады. Мен де істей алады екенмін ғой деген сияқты. Кейбір нәрселерді мысалы анау-мынау шегелерді бұрап үйреніп отады. Сондықтан айтарым, бізде қазақта мықты жігіттер өте көп. Айтады ғой, талант бар, таныс жоқ. Талант бар? Талант бар ғой? Ой, мынау 40-тан аса неше түрлі нәрсе істей беруге болады екен да. Былай сахнаға шығып алып мысалы. Далаға машина тарту, мысалы мен менің машинам 470, сонда 3-470 тірек қойып, тіспен тартып кеткем, видеолар бар бір жерде, соны қарау. Ондайларды да істеуге болады. Әрине, бірақ далада. Және де
тағы да анау 32 килограммдық гирларды саусақпен іліп алып көтеріп сондай міне ол да осындай гир болса көрсетуге де болады. Арек, енді біраз нәрселерді айттық, біз бірақ уақытымыз шектеулі. Сұрағым келгені, алдағы мақсатыңыз қандай? Қандай жоспар бар? Шетелде өзі ақш-та және де Европада бендинг деген спорт бар. Бендинг деген ол темір майыстыру. Енді мен сол алдыма бір арманым және мақсатым осыны спорт түріне таға, соның ішінде дисциплиналар таға және де түрлі арматураларды өзі килограммен өзінің нагрузкалары бармен кәдімгідей рейтинг бар әлем бойынша. Рейтинг бұл, мысалы Қазақстан бойынша өзі 3-4 адам бармыз да, мысалы. Мен үйретіп жүрген шәкірттер бар. Олар да біраз майыстырады. Мен енді соны спорт түрінде кішкентай ғана спорт түрі болса да құрастырып, және өзінің құжаттары бар, нормативтерін жасап, разряд, кандидат, мастер деген сияқты және де жарыстар ұйымдастырып, соны сондай деңгейге шығарайын деген. Ол рейтингке кірген әлі қазақ жоқ па? Қазақта бізде, енді айтайын, бізде қазақта өзі 3-4 жігіт бар. Сол рейтингке жігіттеріміз кіріп атымыз. Таға майстыры бойынша біз рейтингке әлем бойынша кіріп атымыз. Жақсы, Ареке, мен енді сөзім шыны керек тас балуанмен жақынырақ танысайын, өнерін көрейін, жаңа күшін қалай жұмсайды, соның бәрін өз көзіммен көрейін деп келуім, бірақ сөзім шыны керек енді миы жарылайын деп тұр. Біраз қосымша ақпараттар бердіңіз. Сізге сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта осы ойларыңыз жүзеге ассын. Ал енді өзіміздің көрермендерге айтарым, осындай бізде талантты кейіпкерлер мысалы болса, еліміздің түкпір-түкпірінде бар ғой енді. Солар туралы ақпарат қалдырыңыздар. Біз оларды да ескеріп, сәйкесінше нәтиже шығаруға тырысамыз. Оларды да осылай іздеп барып, жақынырақ танысып, кеңінен насихаттауға әрдайым дайынбыз. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.